18.000 ғаламтор. Жапонияда орналасқан бұл ауыл ең қауіпті мистикалық жер болып саналады. Және бұл жерде жапондық конституция заңдары жүрмейді. Фукуока аумағындағы таулардың ішінде жайғасқан бұл ауылдың атауы Инунаки. Бұл жер жай ғана картадағы мекенжай емес, өзге әлемге өтетін портал секілді. Ауылдың өз ережелері мен заңдылықтары бар. Және мұнда басқан әр қадамыңыз ең соңғы болуы әбден мүмкін. Инунаки ауылы түрлі жұмбақтар мен қорқынышты аңыздарға толы. Сол себептен ол өзіне әлем бойынша мистикалық паранормальды жерлерге құмар адамдарды тартады. Инунаки ауылына алып баратын жолдардың бірі ол ескі қараусыз қалған туннель. Адамдарды туннельдің арғы жағындағы қауіптерден сақтау үшін кіре берісін бетонмен жауып тастаған сияқты. Бірақ толықтай емес. Бұл жерде көптеген адам өлтіру қылмысы және қорқынышты оқиғалар орын алған. Жергілікті тұрғындар осы аумақта әсіресе түнде адамдардың жан айқайы мен дауыстары естіледі дейді. Ең қызығы, ауыл Жапон конституциясына бағынбайды. Себебі кезінде өкімет ауылды бүкіл елден оқшауландырған. Содан мемлекет бұл аймақтың істеріне араласпауды жөн көрген. Өйткені мұнда түрлі мистикалық түсініксіз оқиғалар, қара магия, дуалау, каннибализм және тағы да басқа үрей жағдайлар болған. Оның бәрін бақылауда ұстау өте қиын. Кейбір тұрғындардың баяндауы бойынша соңғы рет осы ауылда оғаш оқиғаның салдарынан 30 адам қаза тапқан соң, ақыр соңы ауыл аймақ және оған барар барлық жолдар мәңгілікке жабылған. Ауылдың кіреберісінің қоршауында осы жерден ары қарай Жапония конституциясының күші жойылады деген жазу ілініп тұр. Бұл жазу адамдарды қоршаудың ар жағындағы қауіп-қатерлерден сақтап тұрған. Инунаки ауылы 17 ғасырда пайда болған. Аңыз бойынша ауыл қоғамнан қуылған немесе қашқан қылмыскерлердің және түрлі себеп салдармен жасырынуға мәжбүр болған адамдардың мекені болған. Ауылда әлі күнге дейін тұрғындар бар деседі. Алайда ғасырлар бойы бастарынан кешкен түрлі мистикалық және жақын туыс қан аралас қатынастардан бұл жерде көптеген жаман өзгерістер болған. Егер сіз жалғыз өзіңіз мұнда баруды шешсеңіз, онда жол бойы түрлі тұзақтарға тап боласыз. Ал ауылдың агрессивті ашулы тұрғындары артыңыздан қарумен қуып жүруі әбден мүмкін. Оған қоса бұл аумақта телефон желісі жұмыс істемейді. Қандай да бір жағдай орын алса, ешкімді көмекке шақыра алмайсыз. Ауыл бүкіл елден оқшауланғанын ескерсек, мұнда тіпті полиция қызметкерлері де жәрдемге келмейді. Жергілікті қауесеттер бойынша осы ауылды көріп зерттеуге келген адамдар ешқашан тірі қайтпаған дейді. Ауылдың Инунаки атауы иттің ұлуы деген мағынаны білдіреді. Бұл атау осында болған ескі аңызбен байланысы бар. Кезінде бір ауыл тұрғыны үйінде ит асыраған. Күндердің бірінде сол ит тоқтамай ұзақ бірнеше күн бойы үріп ұлый бастады. Иттің егесі оны еш тыныштандыра алмады. Содан оның шыдамы бітіп, ол ашу эмоцияға беріліп, итін өлтіріп тастайды. Арадан бір күн өткен соң, сол иттің егесімен бүкіл отбасы белгісіз жағдайда қайтыс болады. Ит бекерден бекер ұзақ үрмеген. Ол өз егесін алдын ала келе жатқан қатер туралы айтпақшы болған деседі. Ол иттің құрметіне мұнда ескерткіш орнатылған. Ол иттің үрген дауысын әлі де осы ауылға келген адамдар естігендерін айтады. Инунаки ауылына алып баратын екі туннель бар. Бірінші туннель ол жаңадан 1975 жылы құрылған және қазіргі уақытта да қолданыста. Ал екіншісі ол ескі қараусыз қалған туннель. Барлық жаманшылықтар, қорқынышты оқиғалар, мистикалық жағдайлар дәл осы жермен байланысты. Бұл жердің атағы кеңінен таралып бүкіл әлемге танымал болды. 2019 жылы осы туннель туралы фильм түсірілді. Фильм Инунаки ауылының қарғысы деп аталады. Және хоррор жанрында Инунаки туннелі атты ойын шығарылды. Бұл туннельде болған оқиғалар жай ғана аңыз емес. Өйткені осында болған ең аты шулы кісі өлімі жағдайы ресми түрде тіркелген.
7 желтоқсан 1988 жылы жас жігіт құрылыстағы жұмысынан шығып қараңғы кеште көлігімен үйіне қайтып бара жатқан. Біраз уақыт өте жолда Инунаки аумағындағы бағдаршамға келіп тоқтады. Кенеттен бір топ жігіттер оның қасына жүгіріп келіп, көлікті босатуын талап етті. Себебі олар бір қызды жолдан алып кетуі тиіс еді. Жігіт оларға көлігін беруден бас тартты. Содан олар оны көліктен шығарып алып, аямай ұрып тастады. Соңғы күшімен әрең дегенде көпшіліктен қашқан жігіт өтіп бара жатқан көліктердегі адамдардан көмек сұрай бастады. Бірақ өкінішке орай ешкім тоқтамады. Көп ұзамай жігіт әлсіздіктен жерге құлап, есін жоғалтады. Артынан қуған жігіттер оны ұстап алып, көліктің артқы жүк салғышына тастап, оны тағы да ұрып соқты. Басында олар денені суға тастамақшы болды. Бірақ судан оның денесі жағаға шығып, оны полиция қызметкерлері тауып алуы мүмкін деп, бұл ойларынан бас тартты. Содан жігіттер бұдан да қатыгез әрекетке барды. Жақында орналасқан жанармай бекетіне барып, бірнеше пластикалық бөтелкелерге бензин құйып, Инунаки ауылына алып баратын ескі туннельге көліктің егесін алып келді. Үстіне бөтелкелердегі барлық бензинді төккенде жігіт олардың не істемек болғанын біліп қойып, қорыққаннан айқайлап жіберді. Жігіттер оның аузын киіммен байлап, таспен бірнеше рет ұрып, оны тірідей өртеп жібереді. Жігіт сол туннельдің кіреберісінде қайтыс болды. Қылмыскерлер қалаға оралып, түнгі барда ішімдік ішіп, өздерінің бітірген істері туралы көпшілікке айтып, мақтана бастайды. Сол барда осы оқиғаны естіген куәгерлердің арқасында жігіттің денесі келесі күні табылды. Сот сарапшысының зерттеу нәтижесі жігіттің өліміне басынан көп қан кеткені себеп болғанын көрсетті. Ал қылмыскерлер ешқайда жасырынбай жүргендіктен оларды полиция көп ұзамай ұстап алды. Бұл қылмысқа қатысты сот процесі 2 жылдан соң өтті. Араларындағы ең басты қылмыскердің жасы сол сәтте небәрі 19-да болған, және оған өмір бойына бас бостандығынан айыру үкімі шығарылды. Мен оны өлтіргім келмеді, және бұл сот шешімі өте қатал, жазаны жеңілдетуді сұраймын деп ол өзінің соңғы сөзін айтты. Бірақ сот оның өтінішін қабылдамады. Бұл оқиғадағы ең басты қылмыскер осы жігіт болғандықтан ол бәріне жауапты. Сондықтан оның жазасы қатал болуы тиіс деп шешімін өзгертпеді. Аңыздар бойынша Фукуока аймағы бәріне белгілі болғанымен, Инунаки ауылы ешбір карталарда белгіленбеген. Және туннельдің маңайындағы ескі телефон будкасына күнде, шамамен түнгі 2-де Инунаки ауылынан қоңырау шалынғаны естіледі. Егер қоңырауға жауап берсеңіз, тұтқаның арғы жағында белгісіз адамдар айқайлап, жылап, көмек сұрай бастайды. Ал тұтқаны көтерген адамды Инунаки ауылының қарғысы жібермей, соңынан қалмай қояды деседі. Мұнда келген адамдар ешқашан тірі қайтпайды. Егер жолыңыз болып бұл жерден шығып қашып кеткеннің өзінде, Инунаки ауылының қарғысына ұшырау қатері бар. Кейбір адамдар есінен адасып кетсе, ал біреулердің өмірі баяғы қалпындай болмай қалады екен. жылдардың басында екі ерлі зайыптылар Инунаки ауылы орналасқан таулардың арасындағы жолдармен сапар шекті. Олар Хисаямадан Маякауға бара жатқан еді. Ескі туннельге жақын қалғанда олардың көлігі бұзылып қалады. Ол кезде ұялы телефон болмағандықтан екі жұп автоны сол жерде қалдырып туннельдің жанындағы жолға түсіп көмек сұрауға кетеді. Біраз уақыт жаяу жүріп келе екеуі жазуы бар тақтайшаны көреді. Онда осы жерден бастап Жапония конституциясының күші жойылады деп жазылып тұрған еді. Бірақ олар мұны жай ғана қалжың ретінде қабылдап, сапарын Инунаки ауылына қарай жалғастырды. Шамамен 200 метрден кейін олар көптеген ескі қараңғы үйлерді кездестірді. Бұл үйлерде көптен бері ешкім тұрмай қараусыз қалған секілді көрінді. Айналада не адамдардың, не жануарлардың дауысы естілмейді. Ешбір тірі жан болмады. Көзге ерекше көрінген тек бір ақ көлік қана болды. Оны көрген жас жұп осыдан 1 жыл бұрын осы маңайда ес-түссіз жоғалып кеткен ерлі зайыптыларды есіне түсіреді.
Олар дәл осындай ақ көлікпен сапарға шыққан болатын. Қараңғыда жүріп, ерлі зайыптылар ауылдың басты жолын тауып алады. Ауылдың қорқынышты атмосферасынан мазалары қашып, олар өз көліктеріне қайтып, көмекті басқа жерден іздеуге шешім қабылдайды. Кенеттен үйлердің бірінен белгісіз адам шығып, жас жұбайлармен сәлемдеседі. Біз келген қонақтарға әрдайым қуаныштымыз. Алайда ауылдан кетіп қалғандарды жақтырмаймыз деді. Содан ол кісі аңсыз тұрған жігітті балтасымен ұрып өлтіріп тастайды. Ал қыз қорыққаннан көлікке қарай қаша жөнелді. Бірақ ол да ұсталып бірнеше соққыға жығылды. Алайда қыз ол адамның қолынан қашып құтылып, жақын арадағы үйге әрең жетті. Ол жерде күйеуі екеуі осы үйлердің жанынан өткенде байқамаған сұмдыққа тап болды. Үйлердің араларында көлеңке түсіп тұрған жерлерінде көптеген адам денелері үйіліп жатты. Өкінішке орай қыз ұзаққа қашып кете алмады. Ақыр соңында ол да ұсталып көз жұмды. Оның денесі үйлердің қасында тұрған ақ көліктің жанында табылды. Аңыздар бойынша бұл ауылда және түнелде осындай жағдайлар орын алған себептерден түрлі елестер бар деседі. Бұл ауылдың сұмдық оқиғалары өте көп. Солардың бірі кезінде мұнда пайда болған жұқпалы ауру. Өкімет бұл аймақты инфекция тарап кетпеу үшін қалған барлық елден бөліп тастады. Ауылдағы барлық ауру адамдарды өлім аузында қалдырып кетті десек те болады. Себебі бұл жер қоғамнан қуылған қашқындардың мекеніне, колониясына айналған. Және қоғам бұл адамдармен ешқандай байланыс орнатқысы келмеді. Осылайша ауылдың жергілікті тұрғындары ұзақ уақыт бойы қалған елден бөлек тұрғаннан, олардың интеллекті ойлау қабілеттері төмендеп, агрессивтік мінез құлықтары пайда бола бастады. Моральдық адами құндылықтары баяғыда ұмытылып кетті. Тағы да бір әңгімелер бойынша ауылда каннибализм дерті орын алған. Яғни мұнда кездейсоқ келіп қалған барлық адамдар каннибализмнің құрбаны болған. Алайда жергілікті тұрғындар Инунаки туннеліне жоламауға тырысады. Бірақ сіз ойлағандай мистикалық себептерден емес. Кеңінен тараған оқиға, аңыздар және түсірілген фильмнің арқасында бұл жер өзіне көптеген туристерді, ішімдік ішіп шулайтын жастарды тартады. Осының бәрі тұрғындардың тыныштығын бұзады. Инунаки туралы фильм және ойын шыққалы бері полицияға 200-ден астам шағым түскен. Бұрын соңды полицияға бұл жерден осыншама хабарласпаған. Тұрғындар мұнда келмекші болған адамдар бұл локацияны өз жайына қалдырғанын қалайды. Болашақта Инунаки аймағы өз әйгілігін жоғалтса екен деп үміттенуде. 2020 жылдың ақпан айында Фукуока телерадио корпорациясы бір топ журналистерді Инунаки туннелін зерттеуге жібереді. Зерттеу барысында олар туннелдің ішінен біртүрлі дауыстар естігенін айтты. Және туннелге жақындағанда температураның Цельсия бойынша 12 градустан 9 градусқа дейін түсіп кеткенін байқайды. Бірақ соңында журналистер басқа ештеңе таба алмады. Қазір бұл территория және ауылға алып баратын туннель жабық. Полиция патрулі бұл мекенді жиі тексеріп айналып жүреді. Жан-жақта түрлі камералар орнатылғандықтан бұл жерге енді адамдардың келуі қиындай түсті. Мүмкін бұл жүзеге асырылған іс-шаралар жергілікті тұрғындарға да, шеттен келген туристерге де қауіпсіздік жағынан пайдасын тигізер. Жапониядағы тым құрығанда осындай қауіпті локацияларының бірі қорғау астында болғаны дұрыс шығар. Өйткені Жапонияда Инунаки секілді қорқынышты жерлер өте көп. Соның бірі Ауакигихара орманы. Бұл орман туралы каналымда видео жарық көрген. Сілтемесі видеоның соңында немесе осы роликтің сипаттамасында плейлистте таба аласыз. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл оқиғаның бәрі шынайы ма? Әлде жай аңыз ба? Бірақ жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Сайонара.